Сол сияқты жаңағы жәннатты көрсетілді. Жәннаттың жаңағы топырағына дейін ұстап көрдім дейді. Жұпар екен дейді, көрмеген ондай нәрсені дейді ешқашан. Сосын бір жерге қарай ұшып жаңағы көтеріліп баратқан кезде бір хош иіс аңқыды дейді. Жұпар. Сосын айттым, Жебірейіл, мынау не иіс деп. Жебірейіл күллі жағдайларды біледі. Алла Тағаланың әмірімен жаңағы хабарланған нәрселердің барлығы көптеген істерге жауапты. Мынау не жұпар иіс деген кезде бұл әлгі тарақшы әйелдің және оның балаларының тарапынан келіп атқан иіс қой дейді. Фирғауынның қызының шашын тарайтын, соның эстетикасына қарайтын, сұлулық сымбатына қарайтын бір әйел адам болған. Мұса пайғамбарға иман келтіреді. Сол кезде қасында балалары болады. Емшектегі баласы да болады. Сол жаңағы шашын тарап атқан кезде тарағы жерге түсіп кетеді. Тарақ түсіп кеткен кезде бисмилля деп айтады. Жасырын жүрген нәрсе ғой енді. Тарақта бисмилля деп айтылды, бітті кетті. О кездегі жаңа Исраиль ұрпақтарында Мұса пайғамбар келген кезде енді бұны былай да жеңілдік жоқ. Принципті аяғына дейін тұру керексің. Былай деген жол болмаған. Исраиль ұрпақтарының жолында осындай қиыншылықтар болғанда, олардың мұсылмандарында да мықтылық болған. Сонда әйел адамның өзіне қараңыз, енді бисмилля дейді да, сонда қыз айтады, менің әкемнің атын айттыңыз ба дейді. Жоқ, менің және сенің және әкеңнің Раббысының атын айттым дейді. Сонда сенде менің әкемнен басқа қожайын бар ма? Менің де, сенің де, әкеңнің де қожайыны Алла дейді. Сөйтіп жаңа қыз жүгіріп барып әкесіне жеткізеді, Фирғауын шақыртады, нөкерлер келеді. Жаңағы айтқан сөзіңнен қайтасың ба? Менен басқа тәңірің бар ма сенің деп. Менің де, сенің де Раббым Алла дейді әйел. Фирғауынға айту, өзіңіз ойлаңыз. Ол оңай нәрсе емес, әйелдердің өзінің иманына қараңыз. Және солай міндеттелген, солай тұрып беріп отыр принципте. Яғни жәннат қымбат өте. Ол жаңағы иіске қалай жеткенін баяндайын деп тұр Жибрейіл, жәннаттағы мәртебеге. Сонда қазанда жағып қыздырады. Мыс қазан дейді, үлкен әкеп. От жағады жаңағы ішіне. Соның егер де иманыңнан қайтпасаң, осының ішіне тастаймыз дейді. Сонымен қайтпайды иманынан. Қайтасың ба? Қайтпай. Раббың кім? Алла. Бір баласын әкеп тастайды қазанның ішіне. Алла Тағала бұрынғы үмбеттерді, құрметті жамағат, осындай дәрежеге дейін сынаған. Осындай дәрежеге дейін сынаған. Сонда жаңағы баласын ішіне салып жүрген кезде ойлаңыз, жүрек не болып отқанды, мысалы. Бірақ адам Алламен жолығатын күнін үміт етсе, өз Құранда айтқандай, ол иманның ең үлкен нәрсесі. Ол кез келген қиыншылықты көтере алады екен жүрек. Егер мақсатың Алла болса да, егер мақсатың дүние тағы нәрсе болса, онда күллі жинаған сахих теорияларының барлығы түкке татымайды. Жеме-жемге келген кезде деген нәрсе жатыр да бұл жерде. Сонда ойлаңыз, жаңағы баласын тастайды, екінші баласын, үшінші баласын, кішкентай баласын тастайды деп отыр, жүрегі ауырады деп мысалы. Сәбиіне дейін тастайды. Жаңағы әйелді қоса тастайды. Әйел адам айтады, мен тек қана бір бұйымтайым бар дейді Фирғауынға. Ол қандай бұйымтай деген кезде, сен бізді мына қазанға қуырып болғаннан кейін сүйектерімізді бірге жинап, бірге көміш дейді. Міне сол нәрсе істейді. Жаңағы барлығын қуырып болғаннан кейін сүйектерін жинап, бір жерге апарып көмеді. Өтінішін орындаймын әйелдің деп Фирғауын. Енді сол еңбек, қараңыз, ана жақта не болып жатыр, пайғамбарымыз жұпарды алыстан сезіп жатыр жәннатта. Бұл кім дегенде, бұл сол тарақшы әйелдің және оның балаларының мекені ғой, сол жақтан келіп жатқанын естиді. Міне. Соқтан Алла Тағала біздің өзімізге де кейде айтады, мысалы, «Әм хасибтум ан тадхулул джанната». Сендер жәннатқа оп-оңай кіріп кетемін деп ойлайсыңдар ма? Сендерден бұрынғылардың басынан өткен нәрсе сендердің бастарыңнан өтпейінше дейді.
Сондықтан анау мынау амалдарымызды, құрметті жамағат, өте аз көру керекпіз. Аз көру керекпіз. Көптеген амалдарымызды біз көп істеп жүрген сияқты нәрсе болмау керек бізде. Аз істеп жатырмыз өте біз. Жетпейді. Құдай өсірмесе жетпейді. Біз соны мойындау керекпіз, да? Біз сол көп амалдарымызға алданып, біреулердің амалдарына кейде баға беріп жүреміз. Ол дұрыс жүрек емес. Сондай жүректен Алла тағала сақтасын.